Армысыздар, Елбес телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Бибінұр Хамитқызы бүгінгі хабарымызда. Ата-аналар жаңа оқу жылы алдындағы шығындарын есептеуде. Больше 100 уйдет. И сейчас и тетради, и ручки, все покупать. Для любого ученика дорого очень обойдется. Мемлекеттік кірістер департаментінде мобильді аударымдарды кім пайдалана алатынын айтты. Павлодарская ауылындағы отбасы 10 жыл жарықсыз тұрып келген. Қоғамшылдар мен шенеуніктер жағдайы төмен отбасыларға бас сұқты. Қола дәуірінен бастап орта ғасырға дейін өлкетану музейінде ежелгі көрме даналардың тұсауын кесті. Жаңа оқу жылы жақындаған сайын әр ата-ананың уайымы арта түседі. Қазірдің өзінде баланы мектепке даярлау қызу жүруде. Дегенмен дүкен сөрелеріндегі бағаны көпшіліктің қалтасы көтермейтіні сыңайлы. Осыған орай әріптесім Бекбол Мырзахан халықтың пікірін біліп қайтты. Керек жарағын түгендеп дүкен аралап жүрген ата-аналар биылғы дайындықтың қымбатқа түскенін алға тартуда. Көбінің сөзінше бір баланы киіндіру 100 000 теңгеден асады дейді. Дәптер мен қалымнан бастап мектеп формасына дейінгінің бәріне баға қосылған дейді павлодарлықтар. Я думаю, 1100 как минимум. Как минимум. Форма строго почему-то должна быть. Поэтому больше 100 уйдет. И сейчас и тетради, и ручки, все покупать. Для любого ученика дорого очень обойдется. Портфель стоит от 16 тысяч и выше. Платье в пределах 10-15 тысяч. Но это так средняя цена, есть и дороже. Блузки у меня девочка. Тоже от 7 тысяч и выше. Все дорого. У меня внучка идет в 1 класс, поэтому мы в курсе. Одна блузочка хорошую, если взять, это 9-12. И плюс сколько канцелярии надо и всего. Так что очень дорого. Сәйкесінше қараша халық бағасы оңтайлы, арзан орындарды сұрастыратыны анық. Тұрғындардың құлағына алтын сырға Толстой көшесіндегі нөмірі 82 бөлшек бір мекен жайындағы бұл дүкеннен қажеттінің барлығын табуға болады. Канцелярская планета әр келушіге 25% жеңілдік ұсынады. Бұл ретте тіпті 5000 теңгеге арнайы жиынтықты сатып алуға болады. Барлық ақпаратта Канц.Планета Instagram парақшасынан немесе төмендегі байланыс нөмірінен біле аласыздар. Бекбол Мырзахан, Хасанәлі Ахметжан, Елбес телекомпаниясы. Павлодарская ауылында отбасы 10 жылдан астам уақыт бойы жарықсыз тұруда. Себеп қарызда. Қараңғы үйде полицейлер мен депутаттар қонақта болып қайтты. Олар сол үйде тұратын 9 жастағы қыздың жағдайын көзбен көріп келді. Павлодар облысындағы бұл жағдай төмен отбасыны 2021 жылы анықтаған. Үй иесінің немересі мектепке бармай қойыпты. Енді мұнда алғаш рет шенеуніктер келді. Бүгін оқу жылы алдында тағы да бас сұқты. Посмотрим, где ваша маленькая девочка здесь. Не матерись. Представьте, девочка, как можно? Вот это что такое? Как это же девочка не может, если вы здесь дома не работаете, мама не работает, можно же хотя бы чистоту, порядок для здоровья девочки соблюдать. Одной рукой? Сноха же ваша же дома. Извините, пожалуйста. 9 жасар қызға еш жағдай жасалмаған деген шешімге келді полицейлер мен депутаттар. Тағы бір мәселе, үйде жарық жоқ. Тамақты қалай пісіреді, сабақты қалай оқитыны белгісіз. По данной семье конкретно. Аталмыш отбасы бойынша дәл қазір мектеп мән беру керек деп ойлаймын. Себебі қыз бала 3-ші сыныпқа көшкен. Бұл мәселе әрі қарай шара қолдану үшін кәмелетке толмағандар істері жөніндегі комиссияда қаралуы керек. Ал ішімдікке әуес әке шешесін мәжбүрлі түрде емдету керек және жарықты қосу үшін қолдау көрсету керек. Баланың жанында бірге тұратын ересек адамдарда көп жағдайда ішімдік ішеді. Бүгін оқиға орнына Павлодарская ауылының әкімі де келді. Айтуынша отбасының мәселесін шешпекші болған. Более 500 тысяч долг. Жарық үшін 500 000 теңгеден астам қарыз. Сол себепті 10 жылдан астам уақыт бойы жарық жоқ. Мен Павлодар энерго басшысымен жеке сөйлестім. Олар бөліп төлеуге келісті. Зейнетақы алатын әжейдің өзі сол энерго орталыққа барып, осы бөліп төлеу келісімшартын жасаған. Полицейлер мен қоғамшылар оқу жылы алдында жағдай төмен отбасылар тізіміндегі әрбір үйін араламақ. Аймағымызда ондай 302 жанұя бар. Тіпті мектепке арналған кеңсе тауарлары бар ма екенін де тексереді. Басты мақсат мәселені көрсету емес, шешу. Бибінұр Хамитқызы, Елбес телекомпаниясы.
Павлодарда 18 миллиард теңгеден астам сомаға жалған шот фактура жасаған қылмыстық топ ұсталды. Анықталғандай олар материалдық сыйақы үшін алақол кәсіпкерлерге 6,8 миллиард теңге салықты төлеуден жалтаруға көмектескен екен. Әлеуметтік желілерде тағы қандай жаңалықтар қызу талқылануда. Дәстүрлі айдарымызға зер салайық. Ұйымдасқан қылмыстық топтың жетекшісі мен оның 9 мүшесі 26 еншілес компанияны тіркеп, олардың атынан 4 жыл ішінде 18 миллиард теңгеден астам сомаға жалған шот фактуралар жазған. Олардың қызметін 225 кәсіпорын пайдаланған. Энергия тасымалдаушы компания өз шығынын асыра көрсетіп, электр энергиясы тарифін заңсыз көтерген. Ұйымдасқан қылмыстық топты жою нәтижесінде бақылаудағы компанияларды тіркеу заңсыз деп танылды. Сатып алушылар 560 миллион теңгеден астам сома салық төлеуі тиіс. Электр энергиясын тұтынушылар үшін 580 миллион теңгеден астам сома тариф қайтарылады деп мәлім етті Қазақстан Республикасының қаржылай мониторинг агенттігі. Қылмыстық топ жетекшісі 8 жылға, қалған мүшелері 3 жылдан 8 жылға дейін қамалды. Ал танымал өлкетанушы Людмила Баишева Инстаграм желісінде Благовещен шіркеу маңындағы 4 орындықтың жоғалып кеткенін айтады. Адамдар оларды жөндеуге алып кетті десе, өзгелері қаңғыбастар жиі мекендеп кеткендіктен алып тастауды шешкен дейді. Ал бұл оқырмандардың пікірі. Шіркеудің аумағы өте тамаша, бірақ қаңғыбастармен мәселені шешу керек. Адамдар не болып кеткен? Сауда үйлерінің маңында пайда болған орындықтарды тексеру қажет. Үмітпен Ербес телекомпаниясының Инстаграмдағы ресми парақшасында 4 аяқтылардың кезекті бейнесі жарияланды. Кішкентай марғаулар жаңа қожайындарын іздейді. Егер сүйкімді жануарларды асырап алғыңыз келсе, бізге жүгіне аласыздар. Шағын жарнамадан соң мобильді аударымдарға қандай талаптар қойылатыны туралы білетін боламыз. Канцелярская планета мен жас бітпей мектепке дайын боламын мен. Науқан мен сыйлыққа толы жеңілдіктен ыстық болды. Дайындықты жеңілдетет кеңсе заттар жинағы. Түрлі кеңсе заттарын осы жазда қолданып, қолөнер бұйымын жасаймын, сол үшін сыйлық алып. Одан да көп сыйлықтар біздің Инстаграмда бар. Әрбір оқушы үшін береке, бізбен бірге мектепке бару мереке. Алтайда жарқыраған күн астында сап-сары күнбағыстар өседі деседі. Нәтижесінде ең жақсы күнбағыс майы шығарылады. Солнечный Алтай сапасымен таң қалдыратын күнбағыс майы. Ол табиғи, рафинатталған, иісі жоқ. Ал әзірлегенде түтіндемейді. Біздің Солнечный Алтай күнбағыс майы сан алуан тағам дайындауға арналған. Қуыру, пісіру, консервілеу және тұздықтар. Алтын түсті Алтай алқаптарынан сіздің дастарханыңызға. Солнечный Алтай. Жоғары сапа мен табиғилықты бағалайтындардың таңдауы. Жаңа піскен бәліштердің хош иісі бала кезден бәріміздің есімізде. Пироговая лавка сізді сол сиқырлы тәтті сәтке апарады. Бәліштердің иісі қандай? Әже алақанының жылуы, ананың қамқорлығы, үйдегі жайлылық пен мейірімділік. Бұл жай ғана наубайхана емес, әрқашан ыстық және жаңа пештен шығарылған тәтті ғажайып тоқаштар пісіретін орын. Оның дәмін ұмыту мүмкін емес. Ыстық үлпілдеген үгінді, тәбет ашатын қызыл қыртысы және көптеген қоспалар. Өте дәмді. Бәліштерді өзіңізде алып кете аласыз. Немесе үйге тапсырыс беру арқылы жеткізуге болады. 8-708-504-0169. Пироговая лавка. Үлкен махаббатпен пісірілген. Келесі жылдан бастап жеке кәсіпкерлердің мобильдік аударымдары жіті қадағалауда болмақ. Бұл ретте 3 күнтізбелік ай көлемінде ай сайын 100 түрлі тұлғадан аударым алған азаматтар бақылауға алынады. Ал бұл ереже кімге қатысты емес? Әріптесім тарқатады. Қазіргі таңда көптеген кәсіпкерлер сатылған тауарлар үшін ақыны телефон номері көмегімен банкта ашылған жеке шоттары арқылы қабылдауда. Көп жағдайда бұл аударымдар арнайы QR коды немесе терминал көмегімен жүзеге аспайды. Қала тұрғындары мобильдік қосымша арқылы сауда жасайтынын атап өтті. Және телефон номері арқылы аударымдар шағын дүкендерде жиі кездеседі екен. Очень часто, практически в маленьких магазинах, во всех.
Прям висит номер телефона, и сразу же подходишь и забиваешь номер телефона. Ну, то есть практически в мелких магазинах это во всех. Но крупных, да, крупные уже там все стабильно, стандартно. Достаешь QR и пользуешься QR. Перевод занимает время, чтобы найти человека, либо спросить номер, и поэтому QR ты видишь цену, ты видишь название, кому и куда. По идее удобно, мобильные переводы. Получается и наличку с собой надо таскать. Все в телефоне, все в одном месте. Айта кетсек, мобильдік аударымдар тек жеке кәсіпкерлер, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, өзге де бизнес нысандарға ғана қатысты, ал жеке тұлғалар арасындағы аударымдар бақылауға алынбайды. Мобильные переводы, осуществляемые... Қарапайым жеке тұлғалар арасында жүзеге асатын мобильдік аударымдар, яғни ата-анаға, достарыңызға, әріптестеріңізге болса, олар бақыланбайды. Бұл материалдық көмек немесе сыйлық болуы мүмкін. Бұл ретте жеке тұлғалар арасындағы қаражат аударымдарына рұқсат етілген. Олар заңды болғандықтан жауапқа тартылмайды. Кассалық аппаратты барлық кәсіпкерлер орнатпағандықтан төлемді телефон номері арқылы қабылдайды. Сәйкесінше тұтынушыға түбіртек берілмейді. Ал заң жүзінде сатып алушыға арнайы чек берілмесе 15-тен 50-ге дейін айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі айыппұл төлеуге міндетті. Бұл заңнама кәсіпкерлердің салық берешегін өтемеуін алдын алуға бағытталған. Айгерім Талғат, Дамир Ешанов, Ирбис телекомпаниясы. Қазақстанда орташа жалақы мөлшері кезекті рет арта түсті. Өсім қай салаларды қамтығанын бизнес жаңалықтарында Дархан Бекішевтен білесіздер. Әріптес, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, әріптес, армысыздар. Бұған сену қиын, бірақ бұл факт 2022 жылдың тиісті 90-на қарағанда еңбек ақы өсімі еліміз бойынша 17,1%, нақты мәнде 1,2% көрсетті дейді ұлттық статистика бюросы. Орташа айлық жалақы келесі салаларда байқалып отыр. Ең жоғары өсім ақпарат және байланыс саласында 36%, көлік және қоймада 24,6%, ауыл орман және балық шаруашылығы саласы мамандарында жалақы 23,7% артқан. Білім беруде орташа айлық жалақының өсуі 10,2%, ал денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету саласы мамандарының жалақысы 15,6%-ға арта түсті. Кім сұрайды, ол адаспайды. Мега сауда үйінде Беларусь фабрикасы өнімдерінің жаңа түсімі. Мегада классикадан бастап заманауи модельдерге деген сұрыпталым бар. Ас бөлме, жатын бөлме және балалар жиһаздарының сан алуан түрі бар. Бұдан бөлек ауқымды жеңілдіктер де ұсынылуда. Бұл жерде сапаға кепілдік беріледі. Мега Назарбаев даңғылы мен Торговая көшесінің қиылысында орналасқан. Трамвай депосы аялдамасы қасында. Құрметті павлодарлықтар, 13 тамыз күні сағат 12:00-де Жаяу Мұса 6 мекен жайы бойынша орналасқан 12 месяцев құрылыс дүкенінде бағалы сыйлықтар ойнатылымы өтеді. 50 шаршы метр Таркет фирмасының ламинаты, үйіңізге арналған аквапарк, металл есік немесе 10 сертификаттардың біреуін ұтып алыңыздар. Ол үшін дүкенде 50 мың теңгеден астам сомаға тауар алып, чекпен бірге купон алыңыздар. Купондар 13 тамыз сағат 11:45-ке дейін ғана қабылданады екен. Толық ақпаратты 60 0067 телефоны немесе 12 МВПВЛ Instagram аккаунт арқылы білуге болады. Ал Павлодардағы арзан дүкені балаларыңыздың оқу жылына дұрыс дайындалуына көмектеспек. Бұл жерде сәнді бант, классикалық киім үлгісі барлығы бар. Әр балаға жекелей сән үлгісін таңдауға кеңесшілер көмектеседі. Қолма-қол төлем үшін тауарларға 7% жеңілдіктер де бар. Егер 50 мың теңгеден астам сомаға сатылым жасалса, сыйлыққа аяқ киім сөмкесі немесе пенал ұсынылады. Бұқар жырау бір мекен жайы бойынша арзан дүкеніне келіңіздер. Ал соңында валюта бағамына көз жүгіртейік. Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 447 теңге, евро 492 теңгеден, ал рубль 4 теңге 80 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы сөз кезегі. Өзіңізде, әріптес. Дархан, рахмет. Целиная көшесінің тұрғындары жолдағы шұңқырлардың 2 апта жөнделмей жатқандығын айтып шағымдануда. Адамдардың айтуынша ақау орын алған аумақ қоршалмаған. Мәселелі бейне біздің мобильді қосымшаға келіп түскен екен. Зер салайық. Вот, Целиная 31. Что происходит на улице, непонятно. Вырыли яму и делают, ничего не делают. Больше 10 дней она стоит уже. Ничего, дети катаются на великах, не дай бог упадут. Тут уже не то, что яма, а уже мусор начали скидывать.
Пожалуйста, примите меры. Объездная дорога, получается, которая соединяет поселок Аэропорт и Кенджиколь. Вся дорога убитая. Неоднократно мы просили ее починить, когда еще в том году к нам приезжали. По дороге невозможно ездить. По этой дороге ездит школьный автобус и возит детей в Кенджикольское СОЖ. Дорога аварийная, дорога небезопасная. Также мы просили поставить нам знаки ограничения скорости и въезд большим грузом. Выхожу 4. Видите, что у нас творится в подвале? Все фекалии, все плавает. Уже 3-й год. Вот лично. КСК «Северянин» вообще бездействует. Каждый месяц выставляет счета. Ежемесячно с людей собирают деньги за их услуги, которые они вообще не оказывают. Просим вас помощи, что-нибудь подействуйте нам, чтобы решить этот вопрос. Вот это ужас вообще невозможно, дальше заходить невозможно. Восточный микрорайон Суворова, 31-27. Сделали площадку, все лето ее делали. И вот до ума что-то не могут довести, дети бегают, травмируются, столик не доделали, качели недоделанные, покрытия нету, до сих пор ничего не могут сделать. Вот такой уровень подняли, дети падают, ограждения никакого. Сураганова, 16. Вот уже 4-й день, как упало дерево. Все вот эти вот осколки все валяются возле детской площадки. Служба 109 обещает вывести, но до сих пор все так и лежит. Павлодарда жарық құралдарының ағымдағы жөндеу жұмыстары жалғасуда. Осыған байланысты Павлодардың бірнеше аудандары электрсіз қалады. Нақты мекен-жайлар дәстүрлі айдарымызда. Жоспарлы жұмыстар кестесіне сәйкес жарық құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты Зеленстой аудандағы цехта 1-ден 30-ға дейін, Достық 1-ден 30-ға дейін және 4-ші линия көшесі 1-ден 60-ға дейінгі үйлер уақытша жарықсыз қалады. Жөндеу жұмыстары таңғы 9-дан 17:00-ге дейін өтеді. Дәл осындай себеппен тамыздың 9-ы радиозауыт аудандағы үйлерге жарық беру тоқтатылады. Жөндеу жұмыстары таңғы 9-дан 17:00-ге дейін жоспарланған. Бұдан бөлек, бағананың ауыстырылуына байланысты Павлодардың оңтүстік бөлігіндегі Вилюйская, Усолка, Нұркен, Мұқағали, Мақатаев көшелеріндегі үйлер таңғы 9-дан 17:00-ге дейін жарықсыз қалады. Ертіс өңірінің тәуелсіздік жылдарындағы археологиясы. Осындай атаумен Павлодар облыстық тарихи өлкетану мұражайында бірегей экспонаттар көрмесі ашылды. Мұндағы жәдігерлер қола дәуірінен басталып, орта ғасырларды қамтиды. Кімдер үшін көрме тегін жұмыс жасайтынын әріптесім айтсын. Көрмеде Андронов мәдениетінің керамикалық ыдыстары қимақ сауытынан реконструкциясы ерекше көзге түседі. Бірегей жәдігерлердің басым бөлігі Павлодар облысының аумағында табылған. Айта кетсек, бұл халықаралық жастар күніне орай ұйымдастырылған қайырымды істердің бірі ғана. Бұл алғаш рет ұйымдастырылып отыр, яғни көрме жастар үшін тегін болмақ. Здесь в основном представлено. Мұнда негізінен облыс аумағынан табылған экспонаттар ұсынылған. Сонымен қатар Қазақстанның басқа өңірлерін бейнелейтін бірнеше экспонат бар. Өйткені біз тек Павлодар облысының аумағында ғана емес, оңтүстік Қазақстанда, шығыс Қазақстанда да жұмыс істедік. Бірегей жәдігерлердің қатарында 13-14 ғасырлардағы Май ауданындағы Әулиекөлдегі Алтын Орда кесенелерін қазудан табылған заттар да бар. Көрме тамыздың 22-сіне дейін жұмыс істейді. Бұдан бөлек музей қызметкерлері тағы бір қатар шараларды ұйымдастырмақ. Оның ішінде акциялар да қамтылған. Альфия Омарова, Станислав Кекин, Ирбис телекомпаниясы. Студияға спорт жаңалықтарымен Айтмұхамбет те келіп үлгерді. Қош келдің. Бүгін қандай ақпаратың бар? Сәлеметсіз бе, жұдырықтасу бойынша павлодарлық шеберлер Қырғызстаннан олжалар алды. Біздің жерлестеріміз жалпы 6 жүлде еншіледі. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз.
Форсаж техникалық қызмет көрсету станциясы жеңіл және биіктегі 4 метрлік коммерциялық көліктерге техникалық жөндеу қызметтерін атқарады. Сонымен қатар доңғалақ геометриясын тексеру, камераны реттеп, шиналарды орнатады. Форсаж техникалық қызмет көрсету станциясының мекен жайы шағын айналма жолы 4 бөлшек 1. Байланыс телефоны 8 771 425 7002. Павлодарлық аралас жекпе-жек шебері ММА-дан әлем чемпионатының қола жүлдегер атанды. Біріккен Араб әмірлігінде өткен жарысқа 30 елдің үздіктері қатысты. Қазақстан құрамасының қоржынына жүлдені Эльмира Мехмандиева әкелді. Ол 16-17 жас аралығында өнер көрсетті. Ал Павлодарда жағажай футболынан Қазақстан чемпионаты ойындары өтеді. Біздің чемпиондық арман өз алаңымыздағы жарысты тағатсыздана күтуде. Армандай чемпиондарды өсірген Павлодар үшін жағажай футболынан ауқымды жарыс өтпей жатқаны ұят. Сондықтан жағажай футболынан ел чемпионатының бір туры ақыры бізде өтеді деп жоспарлануда. Жерлестеріміз үшін бұл қуанышты жаңалық. Было мало игровой практики. Бізге чемпионатқа дайындалуға тәжірибеде уақытты аз болады. Одан басқа жарысқа да қатысқан жоқпыз. Мамыр-сәуір айларында қар жатқан кездер болды. Чемпионат Казахстана. Павлодарлықтар өз алаңындағы жарысқа бірден 2 құрамасын қатыстыра алады. Сол себепті кубокқа ие болу мүмкіндігі де арта түспек. Павлодарда Маруа, Қайрат және Рахат Байсуфиновтерді еске алуға арналған шағын футболдан ашық турнир бастау алды. Бірнеше жыл бойы өтпеген дәстүрлі дода қайта жандануда. Соңғы рет пандемия жылдарына дейін өткізілген турнирді өңіріміздің футбол сүйер қауымы тағатсыздана күткен еді. Ертіс-Байын өңірінде спорттың бұл түрін дамытуға елеулі үлес қосқан Маруа, Қайрат және Рахат Байсуфиновтерді еске алу үшін марқұмдардың жанұясы, жақын достары да келді. Жастар үшін бұл текті отбасыдан шыққан азаматтар әрқашан есінде. Дәстүрлі сайыс кіл мықтылардың басын қосты. Солардың қатарында павлодарлық қуат ұжымы бар. Жыл сайын ойнайтынбыз, енді 2-3 жыл ойнамағаннан кейін енді сағынып қалдық осы турнирді. Енді алдағы уақытта мақсатымыз осы турнирді тағы да жеңу. Уже біз жеңгенбіз осы турнирді. Барлық командаларға сәттілік. Байсуфиновтерді еске алуға арналған турнир Павлодар қаласындағы атаңызға айналған жарыс болғандықтан футбол ортасында бір-бірін жақсы танитын аяқ топшылар өзара мықты анықтау үшін барын салады. Биыл облыстық аудан, қала мен ауылдарынан 8 команда тіркелді. Очень сильный состав участников. Поэтому Биыл турнирге өте мықты ұжымдар бас қосты. Әр ұжымда кәсіби деңгейдегі ойыншылар, тәжірибелі әуесқойлар бар. Сәйкесінше бәсекеде жоғары болмақ. 4-ші тур қорытындысы бойынша Жаннұр және Сәтбаев командалары 10 ұпаймен көш басында келеді. Үштікте Арлан да бар. Ал сүрмергендер тізімінде Дәурен Тайкебаев бірінші келеді. Форвард 10 голмен көзге түсіп үлгерді. Бірақ қарсылас қақпасына 8 доп салған Сансызбай Жаңатұрмысов әлі оны қуып жете алады. Байсуфиновтер турнирінің шешуші матчтары келесі демалыс күндері өтеді. Павлодарда футбол орталықтарының қыз балалары арасында Қазақстан чемпионатының 3-ші тур ойындары өтуде. Біздің Ақсу бойжеткендері үшін бұл кезең шешуші болмақ. Ақсу футбол орталығының ең кіші тобы Павлодардағы турды жеңіспен бастады. Қыздар көкшетаулық Оқжетпеске 12 секундта гол соғып минималды 1-0 есебімен жеңе білді. 2009-2010 жылғы қыздар арасындағы ел чемпионатының 3-ші турында финалға өтетін ұжымдар анықталады. Сондықтан павлодарлықтар үшін бұл шешуші кезең. Для меня дома всегда играть лучше, чем. Меніңше өз алаңымызда өнер көрсеткен жеңіл, артық қозғалыс, қосымша әрекеттер, бару келу стадионға жету үшін алаңдамайсың. Оған қоса ата-аналар қолдау көрсетуге келеді. Орны бөлек атмосферада жеңіске жету мүмкіндік артады. Ақсудан басқа Оқжетпес, Каспий, Алтай және оңтүстік футбол орталығы қыздар командалары да финал жолдамасына ие болу үшін барын салмақ. Я играю вингера. Өз басым вингер міндетін орындаймын. Оң жақтан гол соғып, командама барынша пайда тигізуге тырысамын. Біздің мақсат финал. Аталмыш тур аясында павлодарлық қыздар әлі 3 матч өткізеді. Қазақстан чемпионаты ойындары Спорт Сити кешенінде ұйымдастырылған. Ахмет Сулейман әлем чемпион атанды. Ақтауда осы күні өтіп жатқан мектеп оқушылар арасындағы байрақты додаға павлодарлықтардың да қатысып көзге түсті.
Жүлделі орындар үшін әлемнің 53 елінен жалпы 400 спортшысы келді. Біріншілікке 12 мен 18 жас аралығындағы зияткерлер қатыса алды. Біздің 8-ші лицей оқушылары кіші топта өнер көрсетіп, командалық есепте 27 құрама ішінен 4-ші орынға иеленді. Қола алу үшін бірақ ұпай жетіспеді. Соған қарамастан нәтиже жаман емес. Ал жекелей аталымда Ахмет Сулейман 8 жеңіске жетіп, абсолютті чемпион болды. Бұл уақытта Павлодарда ертіс бойы 2023 атты шахматтан ел кубогы ойындары аяқталуға жақын. Зияткерлік дода негізінен балалар арасында ұйымдастырылғанымен ауқымды сайысқа жалпы 5 жарыс кіріп, солардың бірінде ересектер де шеберлігін сынауда. Шешуші кезең мен жүлдегерлерді анықтауға сәл қалды. Павлодардағы шахмат үйінде түрлі санатта бәсеке өтуде. Таңертең Блицте бақ сынағандар түстен кейін классика бойынша шеберлігін көрсетуде. Жалпы Қазақстан кубогы жарысында 200-ге жуық қатысушы тіркелді. Бұл рекордты көрсеткіш. Играет человек 50, 60. Классикалық жарыста 50-60 адам іріктеліп қалды. Қалғандары өзге турларға дайындалуда. Жалпы бізде 188 қатысушы, 159 адам блиц ойнады. Айта кету керек, кішкентай балақайлар ересектермен жоғары деңгейде бәсекелесті. С лигасындағы сайыстар керемет өтті. Павлодар намысын қорғаған Әділ Ткачев, Асман Баянтас және Әділет Омарбек өз топтарында жеңімпаз атанып алтын жүлдеге иеленді. Ал қыздар арасында жүлде көп болды дегенмен чемпиондық атақ тек Азалия Балақановаға ғана бұйырды. Жерлесіміз 8 жасқа дейінгілер аталымында ешкімге мүмкіндік қалдырмай топ жарды. Ал спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Күннің басты оқиғалар осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамед Айғожа және де Бибинұр Хамитқызы. Жақсы күндерде жолыққанша.